Қазақ күресін мектеп программасына енгізіп отыр. Қазақ күресімен тек қана қазақтар ғана айналысады, басқа мемлекет нашар деп жоқ, ондай жоқ. Қазіргі таңда сыбыс бар, Азия ойындарына кіреді деген. Көбісі мемлекеттің беріп атқан нәрсесін айтпайды да. Президентіме алғыс айтам, мемлекетіме алғыс айтам. Тегін нәрсеге кегісі келмейді адамдар. Қазақ күресінің өзінің фишкасы бар. Ата-бабамыздан келе жатқан, бұл енді ол кезде күрес түрі, қазақ күресі өзіміздің ұлттық күрес тегін болған дұрыс деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, Нұрғали. Ассалаумағалейкум. Уже қанша уақыт уже сізбен бір подкаст істейміз, интервью істейміз деп. Ана жолы Астанаға келгем. Ауырып қалдыңыз. Әңгіме алып қалды. Так, Нұреке, мен шатаспасам, сіз 25 жылы Азия бойынша алтын медаль жүлдегері болдыңыз да? Қазақ күресінен. Дұрыс айтасыз, Қазақ күресінен Түркістан қаласында 2025 жылы Азия чемпионаты өтті. 2024 жылы ел біріншілігінде 66 салмақ дәрежесінде жеңімпаз атандым. Соған байланысты 2025 жылы Азия чемпионаты өтті. Сол жерде 66 салмақ дәрежесінде өнер көрсеттім. Еліміздің намысын, бала күнгі арманым деп айтсам болады, туымызды көтеріп, әнұранымызды ойнату, кәдімгідей сол сезімге жеттік. Алланың қалауымен енді еңбектің арқасында спортта талай біраз жылдары сәтсіздікке ұшырап жүргем. Еңбек бағаланды. Қазақ күрес, қазақша күрес қалай дұрыс айтады? Қазақ күрес деп айтады. Қазақ күрес. Вот қазақ күрес деген ол не? Айтып беріңізші, вот, допустим, бір особенностьтары бар ма? Вот осы туралы. Допустим, вольный борьбаны білем. Сосын классический греко-римский күресті білем, дзюдоны білем, грэпплингті білем, я бразильский джиу-джитсуды білем. Вот қазақ күрес ол разница, отличие қандай? Осы туралы айтып беріңізші. Ол жерде күрес түрлері деген барлығы күрес деп аталғанмен, бірақ та дзюдоның күресінің өзінің ережесі бар, еркін күресінің өзінің ережесі бар, грек-рим күресінің өзінің ережесі бар, сол сияқты қазақ күресінің өзінің ережесі бар. Енді бізде генетический код деп айтсақ болады ғой, ата-бабамыздан келе жатқан, бұл енді ол кезде күрес түрі ол жекпе-жекке дайындау мақсатында болған. Қазақтың қара жамбасы деп аталатын, содан айтып отырмын, генетический код деп. Қазақ күресі тек стойкада тұрып күреседі, тізе тисе бұрын әдіс беретін, бүк ұпайын, қазіргі таңда ол бүк ұпайды алып тастады, қазір жаңа ереже бар, жаңағындай дүниежүзілік UV дейді ғой, соған календарына кірген. Қазіргі таңда салмақ өлшеу тәнеттен. Екіншіден нетілген, жаңағындай ескертумен ұтуға болады. Бұрын ескертумен ұтуға болмайтын, екі палуан тең болып қалса, ескертулері, жаңағы біреуінде ескерту бар, біреуінде ескерту жоқ болып, уақыт бітсе белдесетін. Қазіргі таңда бір ескертумен ұта беруге болады. Қазір күрес біраз динамичный болды, бросковый болды. Енді өзіңіз білесіз, Қазақстан барысы деген жарыс бар. Сол жарыс жылда өтеді. Сол жерде жаңағындай еліміздің жаңағындай үлкен 90 килограммнан жоғары азаматтар шығып күреседі. Сол жерде енді қазақ күресінің сәні сол жерлерден де көруге болады. Одан бөлек бізде дүниежүзілік көшпенді ойындарында қазақ күресі тіркелген. Содан кейін және әлем чемпионатымыз өтеді, Европа чемпионатымыз өтеді. 2023 жылдың соңында, қателеспесем, Баку қаласында Европа чемпионаты өтті қазақ күресінен. Өте жоғары дәрежеде өтті. Енді көбісі айтады, қазақ күресімен тек қана қазақтар ғана айналысады, басқа мемлекет нашар деп жоқ, ондай жоқ. Қазіргі таңда грузиндар прям конкретно қазақ күресі, да? Қазақ күресінен қазір мемлекеттерде федерациялар бар. Арнайы жарыстар өтіп тұрады, жаңағындай чемпионаттар өтіп тұрады өзінің ішінде. Енді 2024 жыл болды Бакуда Европа чемпионаты, ол жерге арнайы Баку чемпионаты өткен. Әзербайжан чемпионаты өткен қазақ күресінен. Сол жерден іріктеп жеңімпаз болғандарды Европа чемпионатына қойды. Европа чемпионаты өтеді, жоғары дәрежеде болды. Грузиндар жаңағындай өте мықты өнер көрсетті, әзербайжандар бар. Жалпы даму жаңағындай өте мықты. Президентіміз өзі айтты ғой, ұлттық күрес қазақ күреске жаңағындай көңіл бөлу керек, қазақ күресін дамыту керек деп. Бізде енді мемлекетте қазақ күресі үйірмелері бәрі тегін ғой. Ол бір жағынан мен осы Азия чемпионы болған кезде өте бір мақтаныш сезіммен жаңағындай осындай бір жерде подкастта ма бір жерде интервью бергім келген қатты. Бізде көп спортшыларда енді мен білмеймін, идеология ма қалай қалыптасқан, көбісі мемлекеттің беріп атқан нәрсесін айтпайды да. Жаңағындай жетістікке жеткенде бір ағасы, көкесі телевизор, холодильник кілем берген айтып жатты. Енді
менің ойымша, мен бала күннен Аягөз қаласында туылып өстім. Бала күннен осы қазақ күресіне келген кезінде мен тегін дайындалдым. Тегін дайындалдым, мемлекет маған осындай детский юношеский спорт школа, қазір мен сізге айтып кетейін, тегін дайындалдым, бір ақша төлеген жоқпын. Қалаға оқуға келген кезінде Семей қаласында ол жерде қазақ күресімен тегін қатыстым. Енді жарыстарға шыққың келетін болса, әрине сен еңбек ет, жетістікке жет, Қазақстан облысы саған жарысқа шығарады, тегін шығарады. Ол нәрселерге де жеттік. Аллаға шүкір, соның арқасында қазір мемлекет маған бергеннің арқасында осылай бала күннен вложиться етті деп айтса болады ғой, на будущее. Азия чемпионы болдық, мемлекетіме алғыс айтамын. Президентіме алғыс айтамын, мемлекетіме алғыс айтамын. Себебі бізде енді ақылы залдарда бар ғой басқа спорт түрлерінен. Бірақ енді ол өзіңіздің таңдауыңыз ғой. Но бірақ мемлекет стандартный жәнегіндей жүйеде тегін, және бокс тегін, күрес тегін, және олимпийский видтар керу, плавание тегін, частныйлар бар, таңдау өзіңізде, бірақ тегін мемлекет тарапынан беріп жатыр. Міне қараңыз, Нұреке, мен былай ода Алматыны алсақ, Алматыда көремін, допустим, всякие объявлениялар, нелер нетеді ғой, допустим. Набор группы там грэплинг дейді, бразильский джиу-джитсу дейді, ММА деген қазір былай толып жатыр, бокс көп. Бірақ мен просто қазір так кішкене так ойым айтып отыр, вспоминаю былай да, қазақ күресін көрген жоқпын. Қазақ күресі енді міне бізде арт-спорт деген болды ғой, осыдан әлі бар ғой, қазір жұмыс жасап тұр. Тегін мемлекет спонсирует етеді, жаңағындай бала санына байланысты. Біз арт-спортпен мен тренер болып жұмыс жасадым. Арт-спортпен тегін жаттығу жасап, жаңағындай балаларды дайындадым. Мемлекет маған ол үшін төледі. Енді тренер болып жұмыс жасадық қой, жастармен, кішкентай балалармен. Сол кезде тегін нәрсеге кегісі келмейді. Адамдар, мен білмеймін, түсінбедім. Мектептерге бардық, агитация, ата-аналармен тегін күрес, тегін ба не, жоқ, менің балам каратэға барады деп ата-аналар сөйтеді. Тегін нәрседен қашқалақтайды. Неге? Енді біз деген может, онда надо не тегін істеуге? Қазақ күресін платный қою керек па? Жоқ, мен ойымша. Может быть, хотя бы символически деген. Мен түсініп тұр, ол кішкене психология ғой. Но тегін болса, значит, онша емес. Солай ойлайды. Возможно, солай ойланып кетеді. Қалай ойлайсыз? Олай да болуы мүмкін шығар, бірақ мен ойлаймын, мемлекет қолдап жатқан кезінде қазақ күресі, өзіміздің ұлттық күрес тегін болған дұрыс деп ойлаймын. Қазір міне Наурыз мейрамы келіп жатыр. Бұйырса 22 наурызда Қазақстанның бүкіл спорт алаңдарында қазақ күресінен жарыс өтеді. Өте жақсы ғой, бізде енді жанкүйерлік, күрес десе ішкен асын жерге қоятын азаматтар бар. Дәл солай ат десе ішкен асын. Енді ат, күрес, және жауынгерлік рухты көтеретін осы бір қазақ күресімен эмоциональный связь деп айтсам, қателік емес баланы. Міне қараңыз, Нұреке. Мен бізді қазақ бразильский джиу-джитсу және грэплинг федерациясының басшысымен бір кезде вообще сөйлеген осы әңгіме болған. Ол кісі маған айтқан. Бізде әр қаламызда, әр районный центрда грэплингтен бір секциямыз бар. По-любому. Қазақ күресі қалай? Қазақ күресі өте жоғары деңгейде қазір дамып келе жатыр. Енді Қазақстанның бүкіл ауылдарында өте көп сан тіркелген. Мен қазір санын айтсам қателесіп отырмын. Қате айтып қалам ба деп ойлап отырмын, бірақ шыны керек көп. Қазір еще бұл қазақ күресін мектеп программасына енгізіп жатыр. Арнайы бағдарламалар жазып. Енді қазақ күресі ол бөлек бір сабақ ретінде өтетін болады. Мысалға, самооборона қазақ күресі болуы мүмкін. Енді концепциясы қалай жазылады, қазір бәрі жазылып отыр. Мен ол жағын әлі өзім неткен жоқпын, зерттеген жоқпын, бірақ қазақ күресі мектеп программасына енеді. Так, енді міне осындай сұрақ сізге. Маған сол президент Төлеген Құмаров бауырымыз осылай айтқан, қазақ күресі туралы осылай айтқан. Мен кішкене орысша айтып жіберейін. Айта беріңіз. Он мне так говорил, что казахская борьба, говорит, красота ее именно в броске. Броске. Мы не делаем ничего там, мы делаем красивый бросок. Вот это настоящая классика мировой борьбы. Дұрыс айтты ма? Өте орынды айтты. Динамичный күрес, бросковый күрес. Енді самбо күресті алсақ, партер бар да, стойкамен партер, и дзюдода тоже самый. Ол жерде партерда күрескеннен кейін сбивать етіп, ішке құлатып, ары қарай партерда жұмыс істеуге болады. Бірақ бізде қазақ күресінде ондай келмейді. Міндетті түрде немесе жамбас әдісі бар, жартылай жеңіс, таза жеңіс, осы үш-ақ әдіске лақтыруға болады, басқасы есептелмейді. Сол үшін және ескерту берді қазір, жаңа ереже бойынша ескерту берген сайын, жаңағындай
күрес қызу түсе бастады. Соңғы Қазақстан барысы өтті, өте мықты, жоғары дәрежеде өтті. Чаждардың өзі бросок күреміз деді. Екеу күреседі, 5 минут. Мысалы, екеуміз күресіп отырмыз, сізге ескерту береді. Уақыт қысылған сайын сіз әрекет етесіз, бросок шығарады. Чемпионат Қазақстан, соңғы чемпионат Қазақстан өтті, өте мықты дәрежеде өтті. Жас балалар деген кәдімгідей қазақ күресінің деңгейі өскені көрініп тұр. Бұрынғыдай қазақ күресі жоқ, қазір өте мықты. Енді қазіргі таңда сыбыс бар, Азия ойындарына кіреді деген. Енді ол Азия ойындарына кіретін болса, ол дегеніміз қазақ күресінің тағы бір сатыға көтерілгені деп ойлаймыз. Биыл жазда әлем чемпионаты өтеді, Бакуда өтеді. 2025 жылғы әлем чемпионаты Индияда өтті. Индияда көрсеңіз мықты. Бізде бұрын айтатын, қазақ күресіне барғанда тек қазақтар ғана алтын алады. Жоқ. Қанша мемлекет қатысты? Қателеспесем 50-ден жоғары мемлекет қатысты. Индияның қызы қазақ күресінен салмақ дәрежесінде чемпион атанды. Өзіміздің қазақ қарындастарымызды лақтырып отыр. Мықты жетістік. Тек қана қазақтар алған жоқ, ол жерде өзбектер, тәжіктер, грузиндар, олардың ортақ күресі бірдей. Мысалға грузиндардың Чидауба деген күресі бар, ұлттық күресі. Қазақ күресіне келеді, құмның үстінде күреседі, әдіс тәсілдері келеді. Өзбектердің кураш деген күресі бар, біраз әдіс тәсілдері келеді. Сосын кейін жәнегіндей алыш деген қырғыздардың күресі бар, бір-біріне ұқсас сәйкес. Олардың да күресі жоғары дәрежеде дамыған. Бірақ та қазақ күресіне сол палуандар келіп күреседі, дзюдоисттер келіп күреседі. Ал біздің палуандарымыз солардың күрестеріне қалады. Қазақ күресінің өзінің фишкасы бар негізінде. Біздің жігіттер вообще соларға барып қатысалады ма? Қатысалады. Жылда турнирлар болады, барып қатысалады. Кураштан әлем чемпионаты өтеді, кураш күресі Азия ойындарында бар. Кураштан барып қазақ спортшылары Азия ойындарында медаль алып жатқандар бар, әлем чемпионы болып жатқандар бар. Тәжіктердің Гуштангерей деген күресі бар, ол жерге де барып әлем чемпионы болып жатқан қазақ балалар өте көп. Так, енді міне келе жатқан, получается, қазақ күресінен жарыстар қашан болады? Так, құрметті ағайындар, бүгін, получается, 7 ақпан күні, да? 7 ақпан. Бүгін 7 ақпан күні осы видеоны істеп жатырмыз. Наверное, уже где-то ақпанның аяғында шығады осы видео. Но ең, допустим, жақын арада қашан болады, допустим, қазақ күрестен жарыс? Қазақ күресінен қайдан көре аламыз? Қазақ күресінен Кубок Қазақстан өтеді. Қазақстан Республикасының кубогы өтеді. Қашан? Осы айдың 25-30 аралығында Түркістан қаласында өтеді. Ол жерде бірінші орын алған палуандар әлем кубогына күресетін болады. Сол ең үлкен жарыс. Одан кейін қазіргі таңда наурыз айында, осы наурыздың 25-30 аралығында Түркістанда өтеді. Так что, құрметті ағайындар, обязательно қарау керек, біздің жігіттерді қолдайық. Так, енді екінші тема, екінші бөлім, да? Мен білем, сіз дала қырындары, сіз координатор боласыз. Үйлестіруші боламыз. Допустим, мен жас баламын. 16-тан, допустим, 18-ден, 19-дан, допустим, 25 жасқа дейін. Допустим, мен осы дала қырындарға, допустим, қосылғым келіп тұр. Зачем маған ол? Өте жақсы сұрақ. Сұрағыңызға рахмет. Мен міне қараңыз, мен жас баламын. Допустим, да, институтты бітірдім. Либо мен қазір институтта, допустим, оқып жатырмын. Движение, анау, шмынау, клуб, там ана жерде қыздар, шмыздар. Маған оның керек не? Енді мен сізге былайынан түсіндірейін. Қазақстан еліміздің 100% халықтың 19-8% жастардан. Елімізде жастар не үшін қай жерде керек екенін түсінбесе, жастар ресурсы не үшін пайдалану керек екенін түсінбесе, өзіңіз білесіз, қандай жағдайларға алып келгені. Ол мәселелер өңірлерде әлі өзектілігін жоғалтқан жоқ. Егер біз жастарды тәрбиесімен айналыспайтын болсақ, соңғы жағдайлар білесіз, қандай жағдай алып келіп соққанын, сол нәрсе қайталану қаупі бар. Сол үшін міне біз осы дала қырандары жастар қоғамдық бірлестігі ұйымын аштық. Бұл жерде ең басты нәрсені түсіну керек. Бұл жерде жасөспірім лидер дейді ғой, ол спортшы болуы мүмкін. Біз енді дала қырандар жастар қоғамдық бірлестігі одан кейін спортшылар бастамағы болғаннан кейін біз спортшы мен лидер мен жаңағындай жас баланың ара қатынасы чиновник пен
жас балаға қараған кезінде енді спортшы өзінің жүріп өткен жолмен, ұранмен емес, еңбегімен, өзінің абыройымен жаңағындай балалардың арасында сыйлы болады. Балаларға айтса, балалар оларды тыңдайды да. Чем кабинетте тұрып, былай істе дегеннен қарағанда, сондай лидерлар, былайша айтқанда, енді тренерда мысалға қазір балаларды дайындап отыр әр сатыда. Сол үшін міне жастарды осы үшін тәрбиелеу үшін жаңағындай ашылған жастар қоғамдық бірлестік. Енді бұл жерде осы дала қырандардың негізгі миссиясы біз бір реттік іс-шаралармен айналыспаймыз. Біз жүйелі түрде істелетін жұмыстар арқылы жастарды тәрбиелейміз. Ол әлемдік тәжірибеде бар нәрсе. Енді мысалы Америкада ол жерде масштабты түсіну керек. Америка өте үлкен, білесіз. Ол жерде әлеуметтік осал тұстан шыққан пассионарлық жастар өте көп. Зорлық, зомбылық, жаңағындай буллинг дегендер бар. Ол нәрселер өте қатты дамыған. Ол нәрсенің көзін осы спорт арқылы үздіксіз істелетін, жүйелі түрде істелетін жұмыстар арқылы тәрбиеледі. Қазіргі таңда әлеуметтік осал түстен шыққан жастардың, пассионарный молодежінің саны жаңағындай қылмыстық жағдай азайды. Енді біз осы нәрсені қарап алғанда, ол MBK деген, My Brother's Keeper деген бағдарлама. Енді оның біз сыртқы пішінін емес, оның логикасын алып, өзіміздің қазақтың ұлттық кодқа жаңағындай өзіміздің әлеуметтік тұрмыс тіршілігімізге алып, соған енгізіп, солмен қатар осы дала қырандарын ойлап шығардық. Енді бұл жерде өзіңіз білесіз, Ақжүрек Таңатаров, Алмат Кебіспаев, Ақжүрек, Асхат Ділмұхамедов, Фируза Шарипова бар, Мерболат Тойтов деген азаматтар бар. Сіз барсыз. Василий Тақтай деген азаматтар бар. Бұлардың барлығы өмір бойы осы жолды ұстанымды ұстап келе жатқан, өмірлік позиция деп айтсақ болады. Бұлар бала тәрбиелейді. Дұрыс қой, тренер болып істеп жатыр. Өзінің жаңағындай жүріп өткен жолымен қанша жастарға пример болып жатыр. Егер осы азаматтар жаңағындай жастарды дұрыс бағытқа тәрбиелейтін болса, онда жастар солардың артынан ереді. Бұл нәрсе қазіргі таңда дала қырандары 2 жылдан бері пилоттық режимде жүріп келді. 2 жыл бойы біз ол нәрсені тексердік, жұмыс істейді, жүйелі түрде істелетін жұмыстар арқылы біз біраз жастардың басын қостық. Қазіргі таңда істеп жатқанымызға 3 жыл болды. Біз толық дала қырандарын жүзеге асырдық деп айтсақ болады. Қазіргі таңда 30 қалада жұмыс жасап жатырмыз. Сатқындар бастамашыл тобымен дала қырандар жастар қоғамдық бірлестігі арнайы ашылған. Міне осы Шымкент қаласында бүгін қырандарды марапаттау рәсіміне келдік. Осындай штабтар бүкіл Қазақстанда болады. Бұл біздің елімізге маңызды. Себебі мен жаңа тағы да атап өткім келеді, жастар ресурсын мемлекет қалай пайдалану керек екенін білмейтін болса, қандай жағдайларға алып келетінін біз бәріміз жақсы білеміз. Бізге маңызды осы нәрсемен. Бұл біздің өмірлік позициямыз, өмірлік ұстанымыз. Себебі дворда да лидер болып жүрдік, спортта да лидер болып жүрдік. Және ортамызда артымыздан бауырларымызға жүргенде де, жігіттер, мына нәрсені істеуге болмайды, ішімдік ішуге болмайды, спортпен айналысу керек. Осындай қағидалар ұстанған арқасында қазір біз қаншама балаларды тәрбиелеп отырмыз. Мен келдім, давайте былай дейін. Мен бұл маған бәрі ұнап тұр, мен келдім сізге. Не істеймін мен? Енді өңірлерде лидер сатқындар бастамашылық клубын бастайды да, соның өзінің эффективный командасы арқылы жаңағыдай жұмыс бастайды. Егер эффективный команда, енді біз есірткіге қарсы сатқындар деген компаниямыз бар, өзіңіз білесіз. Біз негізі 4 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Бірақ біріншісі сатқындар. Ол сатқындар деген есірткіге қарсы. Есірткіні өзінің бас пайдасы үшін сататын адамды біз сатқындар деп айтамыз. Дұрыс қой онда? Дәл дұрыс. Өзі оңай жолмен ақша ешқашан келмейді. Адал еңбек ету керек. Адам әр нәрсені өзінен бастау керек. Мысалға, өзіңнің жұмысыңды жақсы жасайтын болсаң, басқаның жұмысында сен шатағың болмайды. Мысалға айтқанда, анау жаман, үкімет жаман, мынау жаман деп айтатындар көп та, бірақ тұрып жұмыс істегісі келетіндер аз. Міне осы тарапынан мен оңай жолмен ақша келмейді, жастарға түсіндіргім келеді. Біздің сатқындарға қарсы бағытымыз осы есірткі көзін жою мақсатында арнайы сілтемелерді өшіреміз. Ол сілтемені енді ол жерде курьер болып жұмысқа кіруге де болады, заказчик болып кетуге. Сол ссылкалар арқылы сатып алуға да болады ол нәрсені. Біз ол нәрсені өшіреміз, және координаттарын аламыз, МВД тарапына жібереміз, ол сайтты блокқа қоямыз. Өшіреміз деген ол именно не бір стеналарды? Стеналарды, граффитиларды арнайы қара краскамен бояймыз, сатқындар өзіміздің немемізді қоямыз.
эмблемамызды сөйтіп жұмыс жүргізеді. Одан кейін екінші бағыт суррогат. Қолдан жасалған арақ, технический спирт, оны ішуге болмайды. Мен оны көрдім уже бірнеше рет сіздермен болдыңыз. Жағастататын жағдай өте қорқынышты. Қазіргі заман деген енді ондай бұрын СССР кезінде ол нәрсе болған шығар енді. Кезінде үлкен кісілер айтып отыратын, спирт алып келіп сататынбыз. Бірақ ол қазір ондай нәрсе дұрыс емес. Жастардың көз қарасы басқандай. 21 жасқа толмаған азаматтарға және осы сатқындар компаниясы заң бойынша, чисто заң бойынша. Біздің тарапымыз заң жұмыс істесін болды. Біз саудагерлерге ешқандай қарсылығымыз жоқ. Себебі елімізде болып жатқан қылмыстың 95%-і мас күйінде болады. Ол жаңағындай төбелес болуы мүмкін. Ол жаңағындай кішкентай баланы зорлауы мүмкін. Білесіз, әйел адам мен ер азамат ажырасып кетіп, бала жетім қалуы мүмкін. Ол нәрсенің барлығы осы жаңағындай арақтың кесірінен. Біз енді қазір статистика жасап отырмыз. Қазақстанның қалаларында бар. Мысалға мен Қарағандыны айтайын. Бізде 80 ғана игровой площадка бар. Бірақ алкомаркеттерді қарасаңыз 200-300-ден астам. Біз қайда кетіп бара жатырмыз? Сұрақ. Алкашкаға кетіп бара жатырмыз. Неге бізде жаңағындай 300 спорт алаңдары болмайды? Неге бізде 80 ғана алкоголь сататын өнім болмайды? Допустим, неге алкогольді магазиндарда сатады? Неге оны алкомаркеттерде ғана сатпайды? Мысалы ретінде. Кішкентай баламен продуктыға барған кезінде алкомаркеттерден өткеннен кейін бала бәрібір ол нәрсе көреді ғой. По-любому. Ана еще әп-әдемі. Әп-әдемі всякие нелер уже. Одан бөлек бізде 36-1 деген бағытымыз бар. Ол Қазақстан Республикасын қорғау, оның әрбір азаматтың қасиетті парызы мен міндеті деп 36-шы баптың 1-ші тармағында жазылған. Біз енді туу, елтаңба бәрі дұрыс тұрғанын қалаймыз. Себебі мен өмір бақи спортпен айналысқаннан кейін менің арманым көк туымызды желбірету. Ал көк туымыз білесіз екі жағдайда көтеріледі. Басқа мемлекетте спортшы бір белгілі жетістікке жеткенде, болмаса президентіміз арнайы сапар барған кезінде көтеріледі. Сол үшін ту, елтаңба ол біздің құндылықтарымыз, ол нәрсеге немқұрайлы қарамау керек. Жауапкершілік сол жерден басталады. Ту бәрі орында дұрыс тұру керек, құрметтеу керек. Жаттығу жобамыз бар. Ол мықты бүкіл Қазақстанға арналған үкіметтік емес ұйымдардың бұқаралық спортты дамытуға, массовый спортты дамытуға істеліп жатқан жаттығу жобамыз. Енді оның барлығын келесіде бізде қырандарымыз бар, сол кісілер шақырыңыздар подкастқа, барлығы сізге бөлек-бөлек айтып кетеді. Енді міне басына келетін болсақ, сатқындар бастамашыл тобында эффективный лидерді табамыз. Лидер эффективный команда жинайды, осы сатқындарға қарсы рейд жүргізеді. Жастардың қызығушылығы артып келіп, жаңағы көбірек өшіріп жатса, біз сол жерде арнайы нормативтер аламыз. Норматив 2 кезеңнен тұрады. Тест Купер және 3 шақырым жүгіру. Сол нормативтан өткеннен кейін бізде іште внутренний устав бар, жарғы. Қыран қандай болу керек, қоғамдық орында өзін қалай ұстау керек, киімі қандай болу керек. Сол бойынша, внутренний устав бойынша 10 сұрақ болады. Норматив аламыз. Сол 2 кезеңнен сүрінбей өткен қыранды өзіңіз көріңіз, төс белгімен енді марапаттаймыз. Бұл дала қырандарда енді былайынан алып қарайтын болсақ, солдаттың арманы генерал болу болатынымызда, дала қырандардың келген қыранның арманы координатор болу. Бұл жерде внутренний рост бар. Жаңағындай қыран, сотник, фокус-группа, координатор. Рост. Шыңғысхан не сияқты да? Отрядный системамен жұмыс жасаймыз бізде. Бізде бір отрядта 10 адам болады. Егер 10 адам задание выполнять етпесе, онда бізде жаңа стипендия бар ғой. Арнайы стипендия. Каждый қыран алады сонда. Каждый қыран алады. Егер отряд, ай сайын 75 000 теңге көлемінде. Егер отряд жаңағындай өзінің міндетін істейтін болса, оған 75 000 теңге беріледі. Ол нәрсені былай түсіну керек. Енді студент бала или жасөспірім өзінің базовый необходимостін жабатын болса, онда ол жаман нәрсеге бармайды. Егер онда ақшасы жоқ, басқа жоқ болатын болса, ол оңай жолмен ақша табуға және iPhone сатып алғысы келеді. Мысалға, оның ақшасы жоқ, жағдай жоқ, ол жаңағындай жолмен легче алуға болады дейді. Ал мына жерде мысалға бұл жердегі 75 000 теңге мысалға сондай хотелкаларын прикрывать етеді, и за счет этого бұл жерде идеологически подкованный болып шығады. Қазіргі кезде қанша қырандарыңыз бар? 1800-ден. Так, міне енді келе жатқан жоспарларыңыз қандай осы? Бізде алдыда Қазақстанның 40 өңірінде осы дала қырандар жастар қоғамдық бірлестігінің штабын ашу. Мақсатымыз әр өңірде 200 қыраннан толтыру. Жастарымызды осы дала қырандарын жазылған және устав бойынша, манифест бойынша, жәнегі 4 бағытымыз бойынша жастарды тәрбиелеу. Бұл жерде бір нәрсені жақсы түсіну керек. Болашақ жастардың қолында.
Біз жастарымызды осындай жолдармен тәрбиелейтін болсақ, ол мемлекетте болашақта жақсы кадровый резерв болады. Бізде осы 4 бағыттан бөлек енді образовательный часть бар, білім беру. Ол жерде қаржы сауаттылығы, тарих, дінтану, психология, сосын кейін жаңағы религоведение деген. Религоведение ол только ислам ғой? Дінтану. Ол жерде қандай діндер бар, соның барлығын бөлек оқып шығады. Ислам дінін, христиан дінін барлығын толығымен түсіндіріп оқытылады. Бұл андай енді қысқаша программалар, арнайы кітапшаларымыз бар. Бір сағаттық сабақ оқитын, үйренетін. Нұрғали, көп рахмет сізге. Сізге де рахмет. Осындай нормальный общение печенье болды сізбен. Құрметті ағайындар, біздің арнамызға обязательно жазылыңыз, өз пікірлеріңізді видеоның астына жазып жіберіңіз. Мен осы видеоның астында наверняка нелеріңізді, в общем, адрес, телефондардың бәрін қалдырамын, инстаграм ссылкаларды, в общем, қарап пікірлеріңізді жазып, қосылыңыз, лайктарыңызды қосыңыз. Все, құрметті ағайындар, барлықтарыңызға сау саламат, ассаламу алейкум, аривидерчи.